Келесі 859 есебіміз банк салымшыларға қысқа мерзімді салым бойынша 3,5 жылдық сыйақы төлейді. Бір жылдан соң салымшы 207 мың теңге алса, ол банкке алғашқыда неше теңге салған? Бастапқыдағы 100% деп аламыз, бастапқы сумманы. Оған банк 3,5% қосып берді. Сонда 103,5% болды. Енді бұл 103,5%-ымыз 207 мың теңгеге тең екен. Енді бастапқы 100%-ымыз табамыз. Ол үшін 207 мыңды бөлеміз 100-ден 103,5-ге тең. Сонда 207 мың көбейтілген 103,5 ал мына 100 шығады. Сонда көбейтіп бөлетін болсақ 200 мыңға тең болады екен. Яғни бастапқыда ол 200 мың салған екен. Келесі 861 есебіміз. Мектепте 1150 оқушы бар. Қыз балалар ер балалардан 4%-ға артық болса, мектепте қанша қыз бала және қанша ер бала оқиды дейді. Ер балаларды x% дейік, ал қыз бала осыған қарағанда 4%-ға артық. Сонда x қосылған 4% болады. Енді ал осы екеуінің қосындысы бізде 100% береді. x қосылған 4%, ол бізде 100%-ға тең екен. Енді осы жерден x табайық. 2x-тен 100%-дан азайтамыз 4%-ды. Мұнда 2x-іміз тең болады 96-ға. 96-ны 2-ге бөлетін болса, x-іміз тең 48%-ға. Яғни 48 деп отқанымыз ол ер балдар екен. 48%. Ал қыз балдар табу үшін 48-ге қосамыз 4%-ды. Ол дегеніміз сонда 52% құрайды екен. Енді осының 1150-дің 48%-ы ер балдар болып тұр. Соң қанша екенін білу үшін 1150-ді көбейтеміз 48-ге, бөлеміз 100-ге. Тең көбейтіндісін көбейтіп бөлетін болсақ 552-ге тең болады. Бұл бізде ер балдар. Енді жалпы 1150 оқушы бар еді, оның 552-сі ер балдар болатын болса, қыздары 598-ге тең екен. 862 есебіміз. Балалар 10 килограмм емен, қарағай және жөке дәндерін жинады. Барлық жиналған дәннің 60%-ы емен жаңғағы, 25%-ы қарағай дәнін құрайды. Қанша килограмм жөке дәні жиналған деді. Бізде барлығы 100%. 100%-дан азайтайық 60% қосылған 25%-ды. Қосындысы 85% болды. Оны азайтатын болсақ 15% қалады. Яғни 15% бізде жөке
дәні екен. Енді 10 килограммның 15%-ын табайық. Сонда 10-ды көбейтеміз 15-ке, бөлеміз 100-ге. Нәтижесінен болады 1,5 килограмм. Яғни 1,5 килограммы жөке дәні екен. Екіншісін шығарайық. Сыныпта 28 оқушы бар. Олардың 25%-ы және 2 оқушы мұражайға барады дейді. 28 оқушының біз 25%-ын тауып алайық. Ол үшін 25-ке көбейтіп 100-ге бөлеміз. Онда 1 болады, 4 болады, 28 4-ке бөлсек 7-ге тең болады. Енді 7 оқушы және 2 оқушы. Сонда қосынса 7 қосылған 2 тең болады 9. 9 оқушы мұражайға барады екен бізде. Ал 7-тен бірі кітапханаға барады дейді. Яғни 28-дің 7-тен бірі кітапханаға баратын болса, онда ол 4 оқушы кітапханаға. Мынау бізде мұражай еді ғой. Енді қалғаны бассейнге барады дейді. Мына 28 оқушы еді, азайтамыз 9 қосылған 4-ті. Сонда жауабы тең болады 28 азайтылған 13, 15 оқушы. 15 оқушы бассейнге барады екен. Келесі 863 есебіміз. Ұялы телефонның бағасы 21 000 теңге. Ол баға 8%-ға төмендеді. Яғни бастапқыда 100% болатын, ол төмендеді 8%-ға. Сонда 92% болды. Енді 21 000-дық ұялы телефон 92% болған кезде қанша теңге болғанын білу керекпіз. Ол үшін 21 000-ның 92%-ын табамыз. 21 000 көбейтілген 92 бөлінген 100 болады. Нөлдерін қысқартып тастайық. Көбейтетін болсақ, бізде 19320 теңге болады екен. 8%-ға арзандаған кездегі бағасы. Енді одан кейін тағы 15%-ға төмендеген. Бастапқыда ол 100% болды. 15%-ға төмендеді. Төмендеген кезде 85% болды. Енді 19320-ның 85%-ын табайық. 19320 көбейтілген 85 бөлінген 100%. Нәтижесі тең болады 16422. Сонда ең соңғы бағасы 16422 теңге болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Дүкенге 10,4-1 тода көкөніс әкелінді. Яғни 10,4-1 санын 10-дық бөлшек түрінде жазып алатын болсақ, 10,125 тонна көкөніс әкелінген екен. Бірінші күні барлық әкелінген көкөністің 60% сатылған. Онда 10,125-тің 60%-ын табу үшін көбейтеміз 60-ға, бөлеміз 100-ге. Сонда нәтижесі тең болады 10,125-ті көбейтеміз 0,16-ға. Ол 6,115 тонна болады екен. Енді екінші күні бірінші күні сатылған көкөністің, яғни бірінші күні осы сатылған еді ғой. Яғни 6,115 тоннаның 40%-ын табу керекпіз. 40 көбейтілген бөлінген 100. Онда 6,115 көбейтілген 0,14. Оның нәтижесі тең болды 2,146 тонна. Енді сұрақ қоямыз, қанша тонна қалды деп. Бастапқыда 10,125 тонна болатын, азайтамыз. Бірінші күні 6,115 тонна сатылды, екінші күні 2,146 тонна сатылды. Сонда 10,125-тен азайтамыз 8,161 сан. Сонда 1,164 тонна қалады екен. Келесі 864-ші есебіміз. Сынып бөлмесінің ұзындығы 8 метр.
оның ені ұзындығының 75%, биіктігі енінің 50%-ын құрайды. Яғни А деп алайық, бұл бізде ұзындығы olsun 8 метрге тең. Ал В дегеніміз бұл ені осы 8 метрдің 75%-ын құрайды екен. Оны табу үшін 8-ді көбейтеміз 75-ке, бөлеміз 100-ге. Тең 25 санына қысқартсақ 4 болады, бөлсек 2, көбейтсек 6 болады екен. Яғни 6 метр бұл бізде ені. Енді биіктігін табайық, оны С деп белгілейік. Ол енінің 50%-ын құрайды. Яғни 6-ның 50%-ын табайық. 50 бөлінген 100 болады. Сонда 1 болады, мынау 2 болады, бөліп жіберетін болсақ 3 метрге тең болады. Енді сынып бөлмесінің көлемін табыңыздар. Бізде А, В, С-дің барлығын таптық. Енді көбейтейік. Мұнда 8 көбейтілген 6 көбейтілген 3 нәтижесі тең болады 144 метр кубқа. Келесі 864-ші есептің екіншісін шығарайық. Пәтер 2 бөлмеден тұрады. Үлкен бөлменің ұзындығы 5,5 метр. А тең 5,5 метрге. Ал В дегеніміз осының 60%-ын құрайды екен. Оны табу үшін 5,5-ті көбейтеміз 60-ға, бөлеміз 100-ге. Тең нөлдерін қысқартпаса, көбейтіндісі 5,5-ті көбейтеміз 0,16-ға, нәтижесі 3,13 метрге тең болады. Енді бұның ауданын табатын болсақ, яғни үлкен деп қояйық, үлкен бөлменікі 5,5-ті көбейтеміз 3,13-ке, нәтижесі тең болады 18,15 метр квадратқа. Бұл үлкен бөлменікі. Ал енді кішісін табу үшін кіші бөлменің ұзындығы үлкен бөлменің еніне тең дейді. Ұзындығы еніне тең. Сонда ұзындығы 3,13 метр болады. Ал ені ұзындығынан 1 метр кіші. Енін табу үшін 3,13-тен азайтамыз 1-ді, ол тең болады 2,13 метрге. Яғни ұзындық белгілі, ені белгілі, ауданын тапсақ болады. Бұл кіші деп жазайын. Ол деген сонда 3,13-ті көбейтеміз 2,13-ке, нәтижесі тең болады 7,159 метр квадратқа. Есебіміз аяқталады.